Осындай ерекше дәмді тағам жасаймыз. Қайнап тұрған суымызға тұшпараларымызды салып, дәміне қарай тұз салып, 10 минуттай пісіріп аламыз. Саңырауқұлағымызды тазалап, осылай жіңішке етіп турап аламыз. Және жуамызды да ұсақтап турап, қызып тұрған табамызға сары майымызды салып, үстінен жуамызды салып, қуырып аламыз. Дайын болған пельменімізді осылай салып алып, 2-3 минуттай қуырамыз. Бір бас чеснок және саңырауқұлақтарымызды 4-5 ас қасық қаймақ және дәміне қарай тұз салып, араластырып, бетін жауып 10 минуттай қоямыз. Дайын болғаннан кейін үгітілген сырымызды саламыз. Міне, жасалу жолы өте оңай. Дәмі өте ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.